Лудомания мен күресті күшейту үшін қандай шектеулер мен тыйымдар қарастырылып отыр? Сенаторлар арнайы заңды мақұлдады. Мәслихаттардың ел дамуындағы рөлін арттыруда неге басымдық берген жөн? Сенат осы мәселеге арналған ауқымды іс-шара өткізді. Балалар спортын дамытуға арналған арт спорт бағдарламасы қаншалықты тиімді? Бұл мәселе депутаттық сауал арқылы көтерілді. Армысыздар, ардақты әлеумет. Эфирде Сенат сөзі бағдарламасы. Бүгін осы және өзге де тақырыптарды тұздық етеміз. Сенат спикері Мәулен Әшімбаевтың төрағалығымен палата отырысы өтті. Отырыс барысында сенаторлар күн тәртібіне шығарылған мәселелерді қарады. Сондай-ақ олар сот орындаушылардың іс-әрекеті, қалдық қоймаларының жағдайы, бұқаралық спортты дамыту, мемлекеттік сатып алу және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелері жөнінде депутаттық сауалдарын жолдады. Отырыс кезінде палата депутаттары денсаулық сақтау және ойын бизнес мәселелері туралы заңды екі оқылымда қарап мақұлдады. Заң нормалары денсаулық сақтау саласындағы құқықтық реттеуді жеңілдетуге, ойын бизнесінің халыққа теріс әсер ету тәуекелдерін азайтуға және аталған салаларда мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған. Соған сәйкес бірқатар заңнамаға тиісті түзетулер енгізілді. Бүгін қаралған заң денсаулық сақтау саласын реттейтін заңнаманы одан әрі жетілдіру мақсатымен әзірленген. Түзетулер аясында медициналық қызметтерді регламенттейтін нормалар мен уәкілетті органның жекелеген құзыреттері қайта қаралды. Сонымен қатар, лудомания мен күресті арттыруға бағытталған нормалар да қарастырылып отыр. Бұл бағытта букмекерлік кеңселер мен тотализаторларды жарнамалау талаптары күшейтілді. Сондай-ақ құмар ойындарға қатысуға тыйым салынатын азаматтардың тізбесі кеңейтілді. Жалпы мақұлданған заң отандық медицинаны дамытуға, сондай-ақ лудоманияға қарсы іс-шаралардың тиімділігін арттыруға оң септігін тигізеді деп сенеміз. Бұдан бұлай букмекерлік кеңселер мен тотализаторларды жарнамалауға тек арнайы белгіленген аумақтарда ғана жол беріледі. Мұндай жарнаманы мобильді құрылғыларға жіберуге тыйым салынады. Сондай-ақ бас бостандығы шектелген немесе шартты түрде сотталған адамдардың құмар ойындарға қатысуына тыйым салатын нормалар да қарастырылды. Палата отырысында сенаторлар Қазақстан мен Кипр арасындағы сотталған адамдарды беру туралы келісімді ратификациялады. Келісім екі ел арасындағы құқықтық ынтымақтастықты нығайтуға ықпал етпек. Құжатта сотталған адамдарды беру шарттары, бас тартудың негіздері, үкімді орындау сияқты мәселелер реттелген. Сотталған адамдарды беру мына шарттар сақталған кезде жүзеге асырылады. Сотталған адам үкімді орындаушының азаматы болуы тиіс. Үкім шығарушы тараптың заңнамасына сәйкес шешім түпкілікті болса, өтелуге тиісті жазаның қалған мерзімі кемінде 6 айды құраса, немесе үкім белгіленбеген мерзімге шығарылса, сотталған адамның келісімі болса, үкім шығарылған әрекет немесе әрекетсіздік оны орындаушы тараптың заңнамасына сәйкес қылмыс болып табылса, үкімді шығарушы да орындаушы да тараптар сотталған адамды беруге келіссе. Сондай-ақ депутаттар Нұрғазы Әбдіқановты жоғарғы сот судьясы лауазымынан босату туралы мемлекет басшысының ұсынысын қарап, аталған ұсынысты қолдау жөнінде шешім қабылдады. Былтыр елімізде мәслихаттар институтының құрылғанына 30 жыл толды. Осыған байланысты Астанада Сенат жанындағы мәслихаттармен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі кеңестің кеңейтілген отырысы өтті. 2 күнге жалғасқан ауқымды іс-шарада қатысушылар мемлекет басшысы мәслихат депутаттарының 2-ші республикалық форумында белгілеп берген міндеттерді іске асыру барысын талқылады. Кеңестің жаңа форматтағы жұмыс барысында сенаторлар мен мәслихат депутаттарының өзара іс-қимылын одан әрі жандандыру және жергілікті өкілді органдардың өңірлердің дамуына ықпалы туралы мәселелер сөз болды. Мәулен Әшімбаев өз сөзінде 30 жыл ішінде мәслихаттар еліміздегі басқару жүйесінің жергілікті жерлердегі толыққанды субъектісіне айналғанын атап өтті. Мемлекет басшысы қолға алған саяси реформалардың нәтижесінде кейінгі жылдарда мәслихаттардың рөлі айтарлықтай нығая түскені белгілі. Мемлекет басшысы қолға алған соңғы саяси реформалардың арқасында осы жылдарда мәслихаттардың рөлі айтарлықтай нығайды. Бұл өзгерістер күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет атты мемлекеттік құрылыстың жаңа формуласына сәйкес жүзеге асырылды. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев
Мызғымайтын осы үш тағанның тағы бір белгісі жауапты жергілікті басқару екенін талай мәрте айтқан болатын. Сондықтан аталған қағидат аясында мәслихаттарға маңызды міндет жүктелетіні сөзсіз. 2022 жылғы конституциялық реформалардың аясында мәслихаттардың дербестігін нығайтуға арналған жүйелі шаралар қабылданды. Сонымен қатар Мәулен Әшімбаев ұлттық құрылтайдың 4-ші отырысында мемлекет басшысы айқындап берген міндеттерді іске асыру үшін бірлескен жұмыстың маңызы зор екенін айтты. Сондай-ақ ол алдағы уақытта да мәслихат депутаттарын заң шығару қызметіне белсенді тарту жұмысы жалғаса беретінін жеткізді. Осы ретте жаңа бюджет кодексін қарау кезінде сенаторлар енгізген 90-ға жуық түзетудің көп бөлігі мәслихаттардан келіп түскенін атап өткен жөн. Іс-шара аясында пленарлық отырыстан бөлек секциялық кездесулер ұйымдастырылып, маңызды тақырыптар талқыланды. Елімізде бұқаралық спортты және балалар спортын дамыту мақсатымен түрлі бастамалар қолға алынғаны белгілі. Солардың бірі арт спорт бағдарламасы. Алайда бұл бағытта жүйелі бақылаудың болмауы және жеткізушілер тарапынан заңсыз іс-әрекет бюджет қаржысының тиімсіз жұмсалуына жол беріп отыр. Осы мәселеге назар аударған сенатор Геннадий Шиповских үкіметке депутаттық сауал жолдады. Депутаттың айтуынша арт спорт бағдарламасы бұқаралық спортты дамыту және балаларды тегін секциялар мен үйірмелерге тарту үшін іске қосылған. Алайда іске асыру барысында күрделі мәселелер туындаған. Сенатор қаржы алаяқтығы деректерін алға тарта отырып, кейбір кәсіпкерлер балаларды ат үсті тіркегені және сабақ өткізбесе де қаржыдан бас тартпағанын айтты. Балалардың сабаққа қатысуын растайтын электрондық жүйе болмағандықтан жалған мәліметтер ұсынып, бюджеттен артық қаржы алғаны да анықталған. Осындай олқылықтардың салдарынан кейбір өңірлерде бағдарлама жартылай немесе толық тоқтап қалған. Сондықтан сенатор мәселені шешу үшін нақты шаралар ұсынды. Спорт бағдарламасы бұқаралық спортты дамытуға бағытталған маңызды бастама. Алайда оның тиімді іске асырылуын қамтамасыз етпесек, бөлінген қаражаттың тиімділігі төмендейді, ал балалар сапалы спорттық білім алудан шет қалады. Осыған орай үкімет тарапынан нақты шаралар қабылдап, бағдарламаға төмендегідей өзгерістер енгізуіңізді сұраймыз. Бірінші, дене шынықтыру және спорт туралы еліміздің заңына өзгерістер енгізу арқылы мемлекеттік спорттық тапсырысты қаржыландыруды аудандық және қалалық деңгейге беру. Екінші, мәдениет және спорт министрінің 2021 жылғы 27 сәуірдегі нөмірі 120 және 121 бұйрықтарына әрбір балаға қатысудың электрондық тәбелін биометриялық технология арқылы растау нормасын енгізу. Үшінші, спорттық секцияларға балаларды географиялық орналасу қағидасына сәйкес әділ бөлу механизмін енгізу. Төртінші, спорт ғимараттарға қойылатын талаптарды қатаңдату, барлық нысандардың спорттық санитарлық және қауіпсіздік нормаларына сәйкестігін қамтамасыз ету. Бесінші, бағдарлама аясында бюджет қаражатын мақсатсыз пайдаланған кәсіпкерлерге қатаң санкциялар қолдану, қайталанған жағдайда мемлекеттік тапсырыстан шеттету туралы шешім қабылдау. Сот орындаушыларының қызметіндегі жүйелі түрде заң бұзу деректері кәсіпкерлердің заңды мүддесіне қауіп төндіруде. Мұндай келеңсіздік сот төрелігі институтына деген сенімсіздік туғызатыны анық. Сондықтан мәселеге жіті назар аударып, тиісті шаралар қабылдаудың маңызы зор. Сенатор Андрей Лукин өзінің депутаттық сауалында осы мәселені көтерді. Сенатордың айтуынша сот шешімдерін талдау барысында сот орындаушыларының заңсыз әрекеті мен әрекетсіздігінің көптеген жағдай анықталған. Оның ішінде мүлікті негізсіз бұғаттау, заңсыз іс қозғау және міндеттемені орындамай өндірісті жабу сияқты әрекеттер бар. Депутат сот орындаушылардың іс әрекеті компаниялардың жұмысын тоқтатқан жағдайларды да атап өтті. Сондай-ақ өндіріп алушылардың шағымдарын елемеу, борышкерден шектеулерді негізсіз алып тастау және өздеріне сыйақы тағайындау есебінен заңсыз баю деректерін де келтірді. Кейбір жағдайда орындаушылар заңды негізсіз атқарушылық іс жүргізуді бастады. Бұл кәсіпкерлердің мүлкін, шоттарын және басқа да активтерін негізсіз бұғаттауға алып келеді. Басқа жағдайда орындаушылар керісінше борышкер қарыздың барлық сомасын төлемесе де атқарушылық іс жүргізуді тоқтатты. Қазіргі жағдай жедел араласуды қажет етеді. Бақылаудың тиімді тетіктерін енгізу, жауапкершілікті күшейту, мониторингтің жаңа әдістерін әзірлеу, орындаушыларды міндетті түрде қайта даярлау және әділет органдары тарапынан қадағалауды күшейту мүмкіндігін қарауды сұраймын. Сенаторлардың қызметі туралы басқа да жаңалықтарда палатаның Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram секілді әлеуметтік желілердегі ресми парақшаларынан таба аласыздар. Ал осымен Сенат сөзі бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Сауатты қоғамда салауатты өмір сүрейік.